Жедел хабар, сауап болды сендерге, елді тастап кеткен едіңдер. Ассалаумағалейкум арнамыздың құрметті көрермендері. Егер видеороликтен толығырақ мәлімет алуды қаласаңыз, онда арнамызға тіркеліп, видео астындағы бар жоғы бірден лайк түймесін баса кетулеріңізді сұраймыз. Онда бастадық. Түркияда жүрген танымал блогер өздерін табалаған қазақтар туралы айтты. Түркиядағы жағдай біршама елді алаңдатып отыр. Қазақстан азаматтары жан-жақтан қор жинап, жер сілкінісінен зардап шеккен халыққа қол ұшын созуда. Жалпы Түркияда тұрып жатқан қандастарымызды аз емес еді. Әсіресе өнер жұлдыздары, елге белгілі азаматтарымыз бір кездері түрлі себептермен түрік еліне жаппай көшіп кеткен. Солардың бірі белгілі кәсіпкер, блогер Берік Құтқанбай. Қазіргі уақытта Стамбул қаласында отбасымен бірге тұрып жатыр. Айтуынша әлі де ауа райы бұзылып, дауыл үдеп адамдардың үрейін шығарып тұр. Айтуынша қазақ елі жиналған чатта кейбіреулері жағдайын сұраса, кейбіреулері сауап болды сендерге, елді тастап кетіп едіңдер деген. Адамдардың ойы әртүрлі, біреулері жамандықты ойлайды. Егер сізді осы және басқа да хабарлар қызықтырса, онда арнамызға тіркеле өтіңіздер. Сау саламат болыңыздар.